Қайта оралған бағым. Ең алғашқы махаббат басталады мектептен. Осы ән әлі күнге менің ұялы телефонымда бар. Мөлдір сезім, алғашқы іңкәрлік, бөтен ойсыз бақытқа ұмтылу, мектеп қабырғасымызда бастан өткізген әрбіріміздің сағынышты шақтарымыз. Қайран мектептегі кездер, сол уақытты қайтарып алсам ғой шіркін. 9 сыныпта оқып жүрген кезім, жаңа жылдан кейінгі уақыт. Көрші сыныптағы жігіттердің бізге қырындап хат жазып, қар атып дегендей балалық сезімдерін білдіре бастаған шағы. Кішкентайымнан тұйық болып өскендіктен олардың бұл қылығына аса мән бермейтінмін. Ермегіміз агент, бетіне тіке айта алмайтын сөздерді қарша боратып, конференция арқылы пікірде таластырамыз. Ал ертеңіне сол жігітті көргенде жанынан танымайтын адамдай өте шығатынбыз. Сөйтіп жүргенде бір күні кешкілік ұялыма SMS хабарлама келді. Бейтаныс номер, агентке кірші деп жазыпты. Қызық, кім болды екен деп дереу әлеуметтік желімді қостым. Бір бала достық жіберіпті. Мен қабылдадым. Содан не керек сол баламен танысып, білісіп, агент арқылы сөйлесе бастадық. Сұраса келе қазақ, неміспен де ағайын болып шығады деген расау. Ол маған алыс туысқан болып шықты. Анығырақ айтсам құда бала. Әрі бізден бір сынып жоғары оқиды. Бағдәулет екеуміз жарты жылдай дос болып араласып, кейін қыз-жігіт болып жүре бастадық. Маған оның ашық, жарқын мінезі, қайсарлығы қатты ұнайтын. Бала махаббатпен оны қызғанып, басқа қыздарға қарамауын, басқа қыздармен сөйлеспеуін өзімше қадағалайтынмын. Мереке күндері сыйлық жасайтын ол үнемі. Әрқашан бірге боламыз, бір қалаға оқуға түсеміз дейтін. Сабаққа бірге барып, бірге қайтатынымызды, үнемі бірге жүретінімізді аңғарған мектеп мұғалімдері екеуміз жайлы әңгіме айтыпты. Оны мен құрбым Айсұлудан естідім. Құрбымның айтуынша бұлар сабақты қойды, екеуі ерте есейген сыңайлы деп сыртымыздан біраз әңгіме өрбіпті. Алақандай ауыл, бұл қауесет анамның құлағына жетіп, біраз айғайда естідім. Сонда да ол менің ойымнан шықпайтын. Оқу жылының аяғында ол отбасылық жағдаймен басқа облысқа көшіп кетті. Алғашында телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Әлеуметтік желімен сурет алмасып, бір-бірімізді қия алмай, сағыныш жетегінде өмір сынағына көндік. Содан қыс мезгілі кезінде ол ауылға қыдырып келді. Ол кезде біз мектепті тәмамдап студент атанып үлгергенбіз. Ол маған сыйлық әкелуді ұмытпапты. Тіпті бұрын бірге түскен суретімізді төс қалтасынан шығарып көрсеткенде маған деген махаббатының кіршіксіздігіне іштей иландым. Сол күні екеуміз кешке кездесіп, серуендемек болып келістік. Сағыныштан сарғайған мен бейбақ оны құшақтап алғымақ келіп, өзімді әрең тежеп жанында келе жатырмын. Өткен кеткенді айтып, қол ұстасып келе жатқанымызда кенет оның ұялы телефоны шырылдады. Бағдәулет тұтқаны көтермей байланысты кері басты. Бірақ телефон қоңырауы толастар емес. Кім екенін сұрасам, қайдам, таныс емес номер деп жылы жауып қоя салды. Ішім қылп етіп күдіктене қарадым. Ал ол болса сыр білдірмеуге тырысып, әңгімені басқа тақырыпқа аударып әлек. Арамызда сыр қалмайтын болғандықтан әкел шебері өзім тексерейін деп телефонын алдым. Қоңырау соққан нөмір бейтаныс емес, айым жатақхана деп жазылып тұр екен. SMS хабарламаларын ақтарсам, қос қашық бір-бірін сүйеді екен. Бірден білдім, сездім, өзегімді өкініш кернеді. Сол күні ол бәрін мойындап, тіпті соны бетпе-бет айту үшін келдім деп ақталды. Мен сенбедім, өйткені ол 5 жыл бойы осыны менен жасырып келді ғой. Амалсыз қоштастық, тағдыры осыны жазған шығар маңдайымызға. Қаншалықты сүйіп іштей қалап тұрсам да, оны өз еркімен таңдау жасауға итермеледім. Ол менімен дос болып қалғысы келетінін айтты. Мен келісімімді беріп, оны вокзалдан шығарып салдым. Уақыт өте келе дос ретінде араласып жүрдік. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан. Мен 4-ші курсты аяқтап, қалалық Бағлан есімді жігітке тұрмысқа шығып кеттім. Тойымызға шақыру қағазын бергендіктен өзге достарыммен бірге Бағдәулет те барлық жұмысын тастап алып ұшып келіпті. Бұл жолы оның жүзі сынық болып көрінді. Досым той барысында маған ақ тілегін жаудырып, ұзақ тос айтты. Той аяғында күйініштен бе, сүйініштен бе әйтеуір біраз сілтеп, қызып қалған Бағдәулет үнсіз қайтып кетіпті. Бірақ жан құрбым Айсұлуға хат қалдырыпты. Хатында: жаным сәуле, бүгін тағы да жанарымды айғыздап сенің суретіңе телміріп отырмын. Достық сыйластығымыз махаббатқа ұласып,
Екеуміз сезім жетегінде қол ұстасып 5 жыл бірге жүріп едік. Бүгін сен алыстасың, тіпті жатсың маған. Бірақ мен сенің бұл өмірде барыңа, аман есен жүргеніңе шүкір етемін. Сенің жеткен жетістігіңе, қуанышыңа ортақпын. Саған деген іңкәрлігімді сөзбен айтып жеткізе алмасым анық. Сүйгенім мынау жалпақ жалғаннан, жүрегімнің жартысын адаспай тапқаным. Тағдырдың маған жасаған сыйы деп білемін. Жүрегімнің жартысы деп отырғаным сен. Егер маған сенсіз мәңгілік өмір сыйлаймын десе, мен сенімен бірге өткізетін бір сәтті ғана таңдар едім. Алдымен махаббат жалғыздықты өлтіреді, кейін жалғыздық махаббатты өлтіреді деген рас екен. Бұрын сен екеуміз махаббатымыз мәңгілік болсын деп тілек айтсақ, бүгін міне саған өзгемен бақытты бол деп амалсыз тілек айтып тұрмын. Менің сүйікті жұмысым көзімді жұмып алып, сен туралы ойлау. Сен менің өмірімнің мәні, жүрегімнің әні, көңілімнің сәнісің асылым. Сені тойыңда биге шақырдым, билеп жүріп маған сенен өзге ешкім керек емес екенін ұқтым. Кешіре алсаң кешірші ботам деп жазылыпты. Осыны оқыған соң ойымның астан кестеңі шығып, неге мұны маған ертерек айтпаған деп әлдекімді кінәлай бастадым. Бірақ бәрі кеш еді. Шындығында бәрі кеш болатын. Ақ босағаны аттап қойғандықтан амалсыз тағдырыма бас идым. Жұбайым Бағлан менің асты үстіме түсіп, барлық жағдайымды жасайтын. Бірақ мен тұңғышыма жүкті кезімде ол жұмыс бабымен іссапарға кетіп, көлік апатына ұшырады. Қайғылы хабарды есту дереу ауруханаға жеттік. Бірақ үлгере алмадық. Бағлан жансақтау бөлімінде жатып көз жұмыпты. Қатты қиналдым. Біразға дейін өз-өзіме келе алмай, етегімді жасқа толтырдым. Бар алданышым Бағланның сүйген ұлым еді. Үйленгенімізге небәрі 1,5 жыл ғана болғандығын ескерген ата-енем қазақтың ескі салтын қайта жаңғыртып, әмеңгерлік жасасақ қалай болады деп менімен ақылдасты. Қайныларыңның бірін таңда, егер сен қаласаң кішігірім той жасайық деді. Шамасы мені әлі жас, басқа біреуге тұрмысқа шықса немересі жат болып кетеді деп Бағланнан қалған жалғыз тұяқты қимаса керек. Мен қарсы болдым. Себебі қазір заман басқа, әрі жұрт не дейді, жұбайымның інісімен көңіл қосқанша жалғыз өткенім жақсы деп өз шешімімді бірақ кесіп айттым. Ата-енем амалсыз көндігіп жолымды байлады. Батасын беріп, бақыт тілеп шығарып салып тұрып, немерелерін қалаған уақыттарында көрсетіп тұруымды ғана өтінді. Мен немерелеріңізді жиі әкеліп тұрамын, ол үшін қам жемеңіздер деп уәде бердім. Бөлек шыққан соң, алғашында тағдыр тауқыметін тартып, балам екеуміз біраз қиналдық. Менің осы халімді көрген нағашы ағам көп көмектесті. Балам аяқтан тұрып, буыны бекінген соң, ағам жұмысқа шық, өз несібеңді өзің тап, үйде отырғаннан әбіржіп кетесің, ортаны көр деп мектепке жұмысқа кіргізді. Жұмысым өзіме ұнады, ұжым қызметкерлерімен де жақсы араласып кеттім. Ұлым Айсұлтанды балабақшаға бердім. Содан не керек уақыт зырғып өте берді. Бір күні бастыққа облыстық семинар өтетіндігі жөнінде қызметті хат келіпті. Мекеменің атынан сен барасың, біліктілігіңді де арттырып қайт деген соң жолға жиналдым. 3 күнге созылған семинардан өте үлкен әсер алдым. Жаңа достармен танысып, өмірге деген көзқарасым да біршама өзгерді. Бұл мен үшін отбасылық қиындықтардан кейінгі жаңа бақытқа жасаған алғашқы қадамдарымның ең маңыздысы еді. Сол жолы мен Бақдәулетті кезіктірдім. Ол білім басқармасында қызмет жасап жүр екен. Бір кездері жүрегімнің төрінен орын алған жанды бірден таныдым. Семинардан кейін оңаша кездесіп, өткен кеткенді айтып, біраз сырластық. Маған деген сезімі әлі өше қоймапты. Оны ұялы телефонындағы бірге түскен суреттерімізден аңғардым. Бұрынғы естеліктерді әлі санасынан өшірмеген Бақдәулет енді араласып тұруымызды өтінді. Мен келісімімді беріп, сол күннен бастап бұрынғыдай араласа бастадық. Мені жұмыстан кейін жеке көлігімен тасып, Айсұлтанды да бірге балабақшадан алуды күнделікті әдетімізге айналдырдық. Ұлыма үнемі тәтті-пәттілерін әкеліп, періште жүректің көңілін тапқан Бақдәулет көп өтпей маған үйлену туралы ұсыныс айтты. Алғашында қарсы болдым, бірақ ол айтқан бетінен қайтпады. Ақыры біз бас қосуды ұйғардық. Сөйтіп кішігірім той жасап, ата-аналарымыздың батасын алдық. Қазір Бақдәулеттен 3 қызым, 3 ұлымыз бар.
Айсұлтан да артынан ерген інісі мен қарындастарына қамқоршы. Балаларды бөле жара қарамайтын Бақдәулет менің тозақ өмірімді жұмаққа айналдырды. Бағланның басына барып Құран оқып тұрамыз. Бұрынғы ата-енемнің үйіне де барып, мейрамдарда сәлем береміз. Бақдәулет, сол кезде сен мені тастап кетпегеніңде екеуміздің 7 баламыз болмас еді. Сен алтын алқалы ғана болмас едің. Мен де бақытты әке болмас едім деп әзілдейді. Қысқасы, біз бақыттымыз. Алғашқы махаббат біздің өмірімізді қайта тоғыстырды. Тағдырдың айдауымен қайта қосылғанымызды алғашқы махаббатымыздың арқасы деп білеміз. Сондықтан мектеп партасынан басталған алғашқы махаббат мен үшін махаббаттың патшасы.